Баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздермен Ақерке. Бүгін мен сіздерге қырыққабатпен жасалатын өте оңай салаттың түрімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Толық рецепті достар мен описанияға жаза кеттім, сол жерден өтіп қараңыздар. Ең алдымен қырыққабатымызды өте ұсақтап турап алатын боламыз. Бұл жердегі қырыққабаттың барлығы кеткен жоқ менде, оның жартысын істеттім. Достар, менің каналыма тіркеліп, келесі видеоны жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ұсақтап туралған қырыққабатты бір тостағымызға салғаннан соң, екі сәбізімізді үкіштен өткізіп алыңыздар. Үкіштен өткізіп болғаннан соң, бізде келесі болгар бұрышы. Оны да өте ұсақтап соломка түрінде тураймыз. Ендігі кезекте дәміне қарай тұз және де бір шай қасық сірке суын құятын боламыз. 9% болуы керек. Және де таза қолменен жақсылап араластыратын боламыз. Езгілемейміз, тек қана араластырамыз. Содан соң 15 минутқа қалдырамыз. Ал оған дейін біз пиязымызды жақсылап майдалап турап, оны қуырып алатын боламыз. Қызып тұрған тостаққа 50-60 грамдай сұйық майымызды қойып, пиязымызды салып, шым-шым тұзымызды салатын боламыз. Сары түстес болғанша, яғни золотистый цвет болғанша, жақсылап қуырып алыңыздар. Міне осындай болу керек бізде пияз. Енді кезекте салатымыздың үстіне қосатын боламыз. Достар, сұйық майды, пияздағы сұйық майдың барлығын қоса беріңіздер. Ол бізде өте керемет иіс шығарып, дәмін шығарып тұратын болады. Содан соң бір дана қызанағымызды соломка түрінде турап алатын боламыз. Және де достар, қалауларыңыз бойынша қияр қоссаңыздар да болады. Және де ең маңыздысы 2 тіс сарымсағымызды өте ұсақтау қылып турап, оны да қосыңыздар. Содан кейін аскөкті және де жасыл пиязымызды салыңыздар. Тым қатты ұсақтап майдалап тураудың қажеті жоқ. Видеода көрсетілгендей етіп тураңыздар. Содан соң достар, барлығын жақсылап араластырып болған соң, тоңазытқышқа 15-20 минутқа қалдыратын боламыз. Тоңазытқыштан шыққан кезде осылай өзінің суы шығып өте дәмді болып тұрады. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.